Махатма Ганди атындағы нөмірі 92 мамандырылған лицей ұсынады. Құнанбаевтың 17-ші қара сөзі. Қайрат ақыл жүрекші өнерлерімен айтысып таласып келіп ғылымға жүгініпті. Қайрат айтыпты: "Ей ғылым, өзіңде білесің ғой, дүниеде еш нәрсе менсіз кәмелетке жетпейтұғыны. Әуелде өзіңді білуге, ерінбей жалықпай үйрену керек. Тіпті Алла тағалаға лайықты ғибадат қылуға ерінбей жалықпай өз орнына келтіру керек. Мұның барлығы менің ісім емес пе? Мұны екеуі менімен қалайша таласады?" депті. Сол кезде ақыл: "Не дүниеде, не ақиретке, не пайдалы болса, не залалды болса білетұғын мен. Сенің сөзіңді ұғатұғын мен. Менсіз пайданы іздеп таба алмайды екен, залалдан қашып құтыла алмайды екен, ғылымды үйрене алмайды екен. Мұны екеуі менімен қалайша таласады? Менсіз өздері неге жарайды?" депті. Сол кезде жүрек: "Мен адам денесінің патшасымын. Жан менде мекен етеді, қан менен тарайды. Жылы үйде, жұмсақ төсекте қарны тоқ жатқан байдың, киімсіз кедейдің, тамақсыз аштың кейпін ойлатып, төсегінде дөңбекшітетұғын мен емес пе? Жақсылыққа жүреп еретұғын мен, жамандықтан жиреніп тулап кететұғын мен емес пе? Әділдік, жанашырлық, рақымшылық деген сияқты қасиеттердің барлығы менен шығады. Мұны екеуі менімен қалайша таласады? Менсіз бұл екеуінің күндері не болмақ?" депті. Сол кезде ғылым әрқайсының сөзін мұқият тыңдай отыра былай депті: "Ей Қайрат, сенің айтқандарың барлығы да дұрыс. Сенсіз біз еш нәрсеге жете алмайтынымыз да дұрыс. Алайда қаруыңа қарай қаттылығың да бар. Бірде жақсылықты берік ұстап кетсең, бірде жамандықты берік ұстап кетесің. Осың жаман" депті. "Ей ақыл, сенің де айтқандарың барлығы да дұрыс. Тек сенің артқанда ғана біз екі дүниені ғана танып білеміз. Алайда айла да, амал да барлығы сенен шығады. Жақсының да, жаманның да сүйгені сен. Жақсының да, жаманның да айтқанын тауып беріп отыратын сен. Осы жерде үшеуіңді қоспақ менің ісім. Алайда бұл жерде әмірші де, билеуші де жүрек болсын. Егер де үшеуің ала болсаңдар, мен жүректі жақтадым" депті. Құдайшылық осында. Қалпыңды таза ұста. Құдай әрқашан сенің қалпыңа қарайды деп жазыпты кітап. Мен осы жерден түсінгенім бойынша, қандай жағдай болмасын, өмірде қандай сұрақтарға жауап таба алмаса, онда біз әрқашан жүрегімізге сенуіміз керек. Жүрегіміздің айтқанын тыңдап, соған қарай бет алуымыз керек.